Сәлем достар, бүгін мен ірімшік қосылған таяқшалар жасаймын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен сары майға үккіштен өткізілген ірімшікті, соданы және тұзды салып жақсылап араластырамыз. Одан соң сүтті және ұнды салып қамырын жасаймыз. Қамырдың жұмсақтығы қолға жабыспайтын, қатты емес болуы қажет. Содан соң қамырымызды жайып, оны ұзынша етіп, таяқшалар жасау үшін кесіп аламыз. Кесіп болған соң, таяқшаның формасын шығару үшін осылай ораймыз. Қамырдың екі бұрышынан ұстап, екі жаққа қарай бұраймыз. Сол кезде бізге қажетті форма шығады. Таяқшаларымызды арнайы қалыпқа пергамент қағазын салып орналастырамыз. Содан соң 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Ірімшік қосылған таяқшаларымыз мінекей пісіп шықты. Бұл өте оңай дайындалады және үлкендерге де балаларға да өте қатты ұнайды. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.